Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Иманқұлов Бақытжан, Хазірет Али мешітінің имамы. Еңбекші ауданында Саяжол көшесінде орналасқан мешіттің имамы боламыз. Біздер осы үндеу арқылы мына жергілікті билік өкілдерінің ішіндегі полиция қызметкерлеріне алғысымызды айтқымыз келіп отыр. Ол кісілер жұма күндері, айт күндері осы жерде топырлап адамдар жиналған уақытында барша біздердің қауіпсіздігімізді, осы жердегі еламан жұртының тыныштығын, бірлігін күндіз түні күзетуде. Атап айтқанда, мешітке қай уақытта керек жағдай болатын болса, күн бола ма, түн болады ма, мінекей сол дер уақытында жетіп келіп отырады. Және де хабар алып тұрады. Мешітке келетін әртүрлі адамдар болады. Сол кісілердің ішінде қайыршыларымыз да болып қалады кейде. Солардың бәрін тәртіпке шақырып, заңды жақтарын қарастырып тұратын біздің осы тәртіп сақшыларымызға Алланың нұры жаусын, Алла разы болсын. Ол кісілердің қызметтеріне Алла Тағалам екі дүниеде сауаптар нәсіп етсін. Біздің ұйқымыздың тыныш және де осындай бейбіт заманда өмір сүріп жатқандарымыздың осы полиция қызметкерлерінің ерекше еңбектеріне алғысымызды айтқымыз келіп отыр. Алла разы болсын ол кісілерге.